Круассанды үй жағдайында жасап көреміз. Қалайсыздар, қыздар? Өте жұп-жұмсақ, керемет шоколадты круассанды бірге әзірлейік. Ыдысымызға таза суымызды, яғни ыстық сүт, су, май, жұмыртқа, ашытқы, дәміне қарай шекер қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін 40 минутқа ұн салып, иілеп ашытып қоямыз. Одан кейін осылай ашыған қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз де арасында бөлме температурасында тұрған сары майды дәл осылай жағып шығамыз. Мінекей барлығын орналастырып жағып шыққаннан кейін қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды жайып болған соң арасына шоколад немесе шоколадсыз істесеңіздер болады. Дәл видеодағыдай осылай кесіп алып шоколадтарымызды қойып, дәл осылай ораймыз. Қыздар, сіздер круассанды жақсы көресіздер ме? Ұнайтын болса, комментке өз ойыңызды жаза кетіңіздер. Дәл осылай барлығын орап аламыз да 10 минут бетін жауып жылы жерге қоямыз. Сосын осылай көлемі үлкейеді. Бетіне жұмыртқа жағып 40 минутта жақсылап пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, өте керемет болып шықты. Ас болсын, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіз. Рецептті сақтап, достарыңызбен бөлісіп, менің YouTube каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер.